Сәлем достар, бүгін біз творожный пирог жасаймыз. Ингредиенттері қолжетімді, әрі оңай, тез жасалады. Жасап көрулеріңізге болады, өте дәмді. Ол үшін 400 грамм ұнға қатып тұрған морозиліктен сары майымызды аламыз, 180 грамм. Жаңағы майдың барлығын күштен өткіземіз. Күштен өткізіп болғаннан кейін қолымызбен араластырамыз, яғни біз крошка жасап аламыз. Одан кейін оның үстіне құрғақ ингредиенттерді саламыз. Яғни біз 150 грамм қант саламыз, бір шай қасықтың жартысындай тұз саламыз, және ванилин саламыз. Разрыхлитель саламыз 10 грамм. Разрыхлителімізді салып, жаңағы құрғақ ингредиенттерді салғаннан кейін қолымызбен тағы да араластырып жібереміз. Одан кейін барып бір жұмыртқамен қаймақ саламыз. Қаймақ 20%-тік, одан 100 граммын ғана саламыз. 100 грамм қаймақ осыны салып, жұп-жұмсақ қамыр елеп аламыз. Жұп-жұмсақ қамырымызды елегеннен кейін оны холодильникке салмаймыз. Столдың шетіне, яғни салафанға немесе пищевой пленкаға салып, столдың шетіне қойып қоямыз 30 минутқа. Мынандай өте жұп-жұмсақ болады. Одан кейін біз начинка дайындаймыз. Начинкаға творог керек, 450 грамм творог, 130 грамм қант керек, және 2 жұмыртқа, ванилин керек. Осылардың барлығын араластырып дайындап аламыз. Және мен оған бір ас қасық кукурузный крахмал салдым. Өйткені менің творогым үйдің творогы, домашний творог болғандықтан суланып кетпеу үшін мен бір ас қасық кукурузный крахмал салдым. Осының барлығын араластырып аламыз, дайындап қоямыз. Енді қамырымыз 30 минуттан өткеннен кейін алып шығып 2 бөлікке бөлеміз. Бір үлкен, бір кіші бөлікке бөліп, үлкен қамырымызды жаңағы жаямыз. Противеніміздің астына ұн сеуіп жүреміз де, соған сәйкес жаңағы қамырымызды толщинасы 1 сантиметрдей жайып аламыз. Осы видеода көріп тұрғаныңызда осылай жайып аламыз да, оны жаңағы противенге салатын боламыз. Оның астына кішкене ұн сеуіп жүреміз, жаңағы қайталап жүрейін. Одан кейін жаңағы осылай шеттерін, егер жетпейтін жеттері болса, қамырды осылай кішкене салып дополнить етуге болады. Одан кейін кіші бөлекті жаңағы ұзын шағып не істейміз, жаямыз. Өйткені біз полоска, яғни сызықтар дейтін бет, сондайларды жасап аламыз да, жаңағы начинкамызды саламыз бірінші. Одан кейін жаңағы жайған екінші бөлік қамырымызды кесеміз де, оны жаңағы үстіне осылай полоскаларымызды салып шығамыз. Менің каналымда басқа да рецепттер бар. Соларды көріп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Егер де жетпей қалатын болса, полоскалар жаңағы кесілген қамырларды бір-біріне қосып, тағы да ұзын шағып жайып аласыздар да, ары қарай осылай жалғастыра бересіздер. Қамыр жұмсақ, өте тез үйлене береді. Песочный сондай өте керемет қамыр болып шығады. Піскенде де өте жұп-жұмсақ, сондай болып үгітіліп атады ғой, енді песочный дегесін. Одан кейін мен үстіне жаңағы бірінші вишня болмай қалды менде, сондықтан мен оған шие салған жоқпын. Смородинаны салайын дедім де, одан кейін есіме түсіп кетті, жұмыртқаны жағу керек. Жұмыртқаның сарысын жағып шықтым да, жаңағы смородинаны морозиліктен шығарып, смородинаны үстіне осылай әдемілеп шықтым. Одан кейін 180-190 градуста 40 минутқа духовкаға салып аласыздар. Міне осындай керемет пирог, иісі де керемет болып шықты. Жасап көрулеріңізге болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып кеттіңіздер достар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.